Ауылдық округ орталығы Қамыстыбас станциясы құрылған жылы 1918 жыл. Жер аймағы 21.600 гектар, халық саны 4130. Қазір кейбір карталарда ескі Қамыстыбас деп шартты түрде белгіленгенмен қонысының ескі жұрты ғана сақталған. Есесіне Қамыстыбас атауына ие болған Темірші 90 жолдың торабына жатқан аудандағы іргелі аудандардың бірі. Округта бір орта мектеп, бір бастауыш мектеп, бір клуб, бір кітапхана бар. Қамыстыбас мектебі 1917 жылдың күзінде орыс-қазақ мектебі интернаты негізінде ашылған. 1938 жылы орыс-қазақ мектебі 7 жылдық болып ашылған. 1953 жылға дейін 7 жылдық болған. 1954 жылы орта мектеп болды. 2006 жылы 2 қабатты жаңа ғимарат пайдалануға берілді. Қамыстыбас көлі Сырдария өзенінің бойындағы ең ірі көл. Ол Арал ауданындағы Қамыстыбас станциясының батыс жағында 2 км жерде, ол төбе-төбе арасындағы ойыста жатыр. Көл осы өңірдегі барлық көл 85% құрайды. Оның ұзындығы 30 км, ені 5 км, тереңдігі 40 метрге дейін жетеді. Көлемі 248 шаршы километр. Көл 58,1 метр биіктікте орналасқан. Бекауыз кеңес үкіметінің алғашқы жылдарында аштыққа ұшыраған Еділ бойы халықтарына 14 вагон балық тиеп достық көмегін созған. Арал балықшыларының ерен еңбегінің куәсіндей болып тұрған халық арасында Бекауыз аталып кеткен жүк түсіріліп тиелетін кешен. 1904-1905 жылдары Орынбор-Ташкент темір жолының салынуына байланысты салынған кешен. Қарағайтам 20 ғасырдың басында сауда орталығына айналған Қамыстыбасқа татар саудагері салдырып кеткен Қарағайтам қонақ үйі. Қамыстыбас ауылдық кеңесінің ер есімі ел есінде атты Ұлы Отан соғысының құрбандарына арналған ескерткіш тақтасы 2000 жылы салынған. Расымбет Ишан мешіті іргетасы 19 ғасырдың басында қаланған. Бүгінгі Қамыстыбас бекетінде бірнеше мешіт болған. Олар кеңес заманында қиратылды. Темірші тау 19 ғасырдың басында темір ұсталарын жинап жауға қарсы қару-жарақ жасауды ұйымдастырған. Енді Қамыстыбас ауылы жайлы қысқаша видеоны тамашалаңыздар. Ұл-қыздарыңның санасы теңіздей терең болса екен, аралым қайта келсе екен, қазаққа ғана енші екен. Өзің гүлдерге өзімді өзіңмен ғана көрсетем. Толқыным еркелеп маған